құрметті қазылар алқасы, Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракемер ауылы номер 14-ші Әбіл Нүсіпбаев атындағы орта мектептің 9-б сынып оқушысы Еспай Гүлзат. Отаным қасиетті туған жер номинациясы аясында ел ертеңі жастар жобамды ұсынамын. Жаңа еріктілер жасағын құру. Еріктілік бұл өтеусіз саналы түрде басқалар үшін өз еркімен еңбек ету деп санаймын. Бұл салауатты өмір салтын ұстануға насихаттау, сонымен қатар әлеуметтік жаман әдеттердің алдын алу болып жатады. Еріктілік жасағы оқушылардың адамдарға деген жақсы адамгершілік көзқарастары, қоғамға татулықпен қарауы, қоғамдық өмірдің кез келген саласында өтеусіз еңбек етудің, қызмет көрсетіп, қайырымдылық істер жасаудың барлығы ерікті болып табылады. Олар тегін бекерге деген нәрсені білмейді. Еріктілер жасаған жұмыс түрлері: отанға деген сүйіспеншілікті арттыру, сонымен қатар қайырымдылық акцияларын жасау, мектеп еріктілерінің парызы, саған көмегін мұқтаж жандарға көмектесу. Мысалға алатын болсам, менің мектепте еріктілер саны өте көп. Олар жалғыз басты қарт әжелерге, қарт аталарға барып көмектеседі. Жағдайы төмен оқушыларға, отбасыларға, жалғыз басты аналарға барып көмектеседі. Қыста қарларын шығарып, жазда отындарын тасып көмектеседі. Сонымен қатар азық-түліктерін апарып береді, үй шаруашылықтарына көмектеседі. Әлеуметтік маңызды істерді ұйымдастыру, оның ішінде бос уақытты ұйымдастыру. Балаларды тәрбиелеу үздіксіз процесс болғандықтан, оны балалар өз бос уақытын жақсы ұйымдастыруы қажет. Адам өмірінің бос уақытының рөлі ерекше болып табылады. Оның демалу, тынығуынан басқа бос уақыттан пайдалы өткізуі өте маңызды іс болып таралады. Бос уақытты ұйымдастыру түрлері өте көп. Мысалы, кештер, ойындар, сауықтар, жарыстар, фестивальдар, сонымен қатар мектепшілік дебаттар. Мысалға алатын болсақ, менің де мектебімде көп оқушылар, үлгілі оқушылар дебаттар, фестивальдар, сонымен қатар спорттық жарыстар да өткізеді. Бұл оқушылардың білімге және спортқа деген талпынысын арттырады деп ойлаймын. Және де салауатты өмір салтын насихаттау, бұқаралық спортты дамыту. Жастар біздің болашағымыз. Жас ұрпақтың спортқа деген көзқарастарын арттыру, салауатты өмір салтын қоршаған ортаға және сонымен қатар білімге деген көзқарастарын арттыру өте маңызды деп ойлаймын. Салауатты өмір салтын арттыруға біз ең алдымен өзімізден бастауымыз керек. Біз жақсы тамақтанып, гигиенаны дұрыс ұстанып, сонымен қатар есірткі, темекі, алкогольді нәрселерден тыс болуымыз керек. Бұқаралық спортты дамыту үшін атқарылатын іс-шаралар. Менің ұсынысым салауатты өмір салтын ұсыну және балаларға бос уақытын тиімді пайдалану. Бұқаралық спортты дамыту үшін демеушілерді тарту арқылы мұқтаж оқушыларды көрсетіп, спорттық жарыстарға қатыстыру. Ұсынысымды нақтылай келсем, барлық оқушылардың әлеуметтік жағдайы бірдей емес. Демек, айта кететін болсақ, оларды спортқа қатыстырып арқылы өздерінің жарыстарға қатыстырып, демеушілер оқушыларды қатыстыру қажет деп